Батыс Америка берісі Еуропадағы зейнеткерлер қаржыдан қысылмай қамсыз өмір сүріп жатқандай көрінетіні жасырын емес, құдды бір ертегі әлемінде өмір сүріп жатыр ма деп қаласын серуендеп саяхаттап жүреді, көздегенде көп бөгелмей жетіп ойдағысын оңай орындайды. Біздің санамызда қалыптасқан түсінік осындай. Расымен солай ма? Дөңгеленген дүниедегі мемлекеттерде зейнетақы алу үшін азаматтардың барлығы дерлік аянбай еңбек етіп тер төгеді екен. Тіпті зейнетақы жинақтау жүйесінің қатаң талаптары да бар. Бүгінгі бағдарламада еңбегі сіңген демалысқа шыққан шетелдік зейнеткерлердің қалайша молшылықта өмір сүріп жатқанын анықтауға тырысамыз. Әлемдегі ең көп зейнетақы дат қарттарының қалтасында. Дәл осы мемлекетте зейнеткерлер айына $2800 алады екен. Сондықтан еуропалықтардың көпшілігі зейнет жасына жақындаған кезде Данияда жұмыс істеп, зейнетке шыққылары келеді. Ал Финляндияда зейнеткерлер ең жоғарғы зейнетақы қанша екенін білмейді, себебі мұнда зейнетақының көлемі еңбек өтілі мен табысына тікелей байланысты. Норвегия зейнетке шығу жасы ең жоғары мемлекет саналады, бірақ мұнда зейнетақыны басқару жүйесі басқа елдерге қарағанда әлдеқайда сенімді. Чехияда зейнетақы көлемі орта есеппен $1000. Германияда ең төменгі зейнетақыны барлығына, тіпті эмигранттарға да төлейді. Мұнда қарттарда коммуналдық қызмет төлемдерін төлеуге кепілдік беріледі. Ал француздар €200,000 көлемінде зейнетақы алады екен. Еуропа бойынша ең төменгі зейнетақылар Болгария, Румыния, Литва, Эстония, Латвия мемлекеттерінде беріледі. Я бы не сказала, что люди выходят на пенсию. Шетелдіктер зейнеткерлікке шығып, өзінің жиған ақшасын қалағанша жұмсап, қыдырып жүреді деген қате пікір. Шикарная. Да ничего подобного. Әлеуметтік желідегі мына видеода Ольга есімді блогер Америка Құрама Штаттарындағы зейнеткерлердің өмірі туралы баяндайды. Өзінің айтуы бойынша ол 6 жыл бұрын Украинадан Флорида штатына қоныс аударған. Шетелде бәрі керемет деген ұғымды санадан өшіру керек деген пікірде. Люди абсолютно разных доходов. Мұнда зейнетке шығу жасына жетпестен зейнеткерлікке шығуға болады, бірақ зейнетақы толық берілмейді. Жұмыс істейтін зейнеткердің жылдық табысы $15,000 болатын, лимиттен асатын болса, әр $1 үшін зейнетақысынан қателеспесем 50 цент ұсталып қалады. Бұл азаматтың толық зейнеткерлік жасқа толған айына дейін жалғасады. Ал күншығыс елінде зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесі толығымен мемлекеттің жауапкершілігінде. Зейнеткерлікке шыққан жапондар үшін еңбек өтілі мен табыс деңгейі маңызды емес. Олар базалық зейнетақы алады, ал өнеркәсіптерде еңбек етушілерге қосымша кәсіби зейнетақы тағайындалады. Дегенмен бұл жүйе барлық елдің экономикасына сай келе бермейді. Кеңес заманында зейнетақы толығымен мемлекеттік бюджет және кәсіпорындардың сақтандыру төлемдері есебінен төленеді. Зейнетақы бір рет қана тағайындалатын және оның көлемі елде жалақы немесе өмір сүру деңгейі өзгеріп кетсе де еш өзгермейтін. Мұндай жүйе нарық заманның талаптарына мүлдем жауап бере алмайды. Экономикалық дағдарыстар, мемлекеттік кәсіпорындардың жабылуы, зейнеткерлер санының артуы, сондай-ақ демографиялық тоқыраулар оған кері әсер етеді. Ал жинақтаушы зейнетақы жүйесі керісінше экономикалық дағдарыстарға төзімді келеді. Зейнетақы жүйесі елдің экономикасы мен демографиялық жағдайына тікелей байланысты. Сол себепті де көптеген дамушы елдер Чилидің тәжірибесін негізге алады. Бұл елдің зейнетақы жүйесі әлемдегі ең инновациялық жүйелердің бірі деп танылған. Мұнда әрбір азамат болашақтағы зейнетақысын өз жинайды. Чили елінде жинақтаушы зейнетақы жүйесі 1981 жылы енгізілді. Бұрынғы ынтымақтық, яғни ортақ зейнетақы жүйесі толығымен алынып тасталды. Қазір бұл елде зейнетақы төлемдері жұмыскерлердің өздері таңдаған жеке жинақтаушы қорлардағы зейнетақы жинақтарына тікелей байланысты. Жеке зейнетақы шотына жалақының 10% зейнетақы жарна ретінде аударылып отырады. Бұл қорлар да зейнетақы жинақтарын түрлі қаржы құралдарына инвестициялайды. Ал қазіргі таңда Қазақстанда көптеңгейлі жинақтаушы зейнетақы жүйесі қалыптасқан. Бізде 1998 жылға дейін кем дегенде 6 ай еңбек өтілі бар зейнеткерлерге базалық зейнетақымен қатар мемлекеттік бюджет есебінен ортақ зейнетақы да төленеді. Дегенмен 2040 жылға қарай ортақ зейнетақы біртіндеп жойылатын болады. Айта кетейік, елімізде зейнетақы жинақтарын сақталуын қамтамасыз ететін бірегей мемлекеттік кепілдіктің моделі қалыптасқан. Әзірге айтарым осы. Аман сау болыңыздар.